Адам мәңгі жүрмейді бұл жалғанда, көнеміз ғой тағдырдың салғанына. Көзімізге ып-ыстық жас келеді, анашым, өзіңізді сағынып еске алғанда. Асыл ана, асқағаным ардақтым, жүрегіміз толып тұрған салмақ мұң. Өзің барда жүруші едік шаттанып, енді бізге жоқтау өлең арнаттың. Сүйікті қыз, адал жар, аяулы ана, асыл әже. Осы керемет теңеулер анамызға тиесілі. Анамыз Қадиша Қуантайқызын сағынышпен еске аламыз. Қадиша Қуантайқызы тағдырдың талай сынағын үнсіз көтере білген, өте төзімді де қарапайым, жүрегі тұнған мейірімді жан еді. Ол 1947 жылдың 5 мамырында Алғара ауылында әкесі Қуантайдың отбасында дүниеге келді. Тағдыр оған ерте сынақ жіберіп, небәрі 6 айлығында Уазипа анасынан айырылса да, тағдырға налымай, өмірге өкпесін артпай өсті. Ержан ағасы мен Мүслима апасының қамқорлығында сиырдың сүтімен өсіп, жоқшылық пен жетіспеушіліктің не екенін ерте ұғынды. 1967 жылдың жазында әкеміз елеумен шаңырақ көтеріп, бар ғұмырын отбасына арнады. 7 баланы дүниеге әкеліп, барлығын тең көріп, ешқайсысын бөліп жармай өсірді. Түн ұйқысын 4 бөліп, шаршаса да білдірмей, балаларым тоқ болсын, үсті басы бүтін болсын деп жүретін. Өзінің жағдайын ойлауға да уақыты болмады. Бала жастан көрген қиындықтары анашымның жүрегін қатайтқан жоқ. Керісінше мейірімін молайтты. Ол ешқашан қатты сөйлемейтін, бірақ бір ауыз жылы сөзімен ақ жүректі тыныштандыра білетін. Өзін алға шығармай, мен деп емес, балаларым аман болсын деп өмір сүрді. Анашымның бар болмысы сабырдан, еңбекқорлықтан, шүкіршіліктен құралғандай болатын. Анамыз тек отбасының ғана емес, еңбек жолында да адал болды. Балық зауытында маңдай терін төгіп, қарапайым еңбектің қадірін біліп өтті. Оның өмірі еңбекпен, төзіммен, адалдықпен өрілген өмір еді. Анашым үшін қарапайым өмір ең үлкен байлық еді. Балық зауытында ауыр еңбек етсе де, ешқашан шағым айтқан емес. Таң атпай жұмысқа кетіп, кешке шаршап келсе де, үйдің берекесін кіргізіп, дастарханын жайып, күлімдеп отыратын. Сол бір қарапайым тіршіліктің өзінен ол жылу мен тыныштық жасай білді. Бүгін анашымның жоқтығы жанымызды сыздатады. Бірақ оның қалдырған ізі біз үшін мәңгілік. Оның сабыры, төзімі, адалдығы, мейірімі бізге өмірлік сабақ болды. 8 немере мен 3 жиеннің маңдайынан сипаған алақаны, ақ тілегі әлі де жүрегімізде жаңғырып тұрғандай. Анашым, сенің қарапайым өмірің біз үшін ең биік өнеге. Сенің үнсіз төзімің, шексіз мейірімің, аналық жүрегің бізге әрдайым жол көрсетеді. Сағынышпен еске аламыз, жүрегімізде мәңгі тірісің. Жатқан жерің жайлы, жаның жаннатта, рухың пейіште болсын, асыл анам.